Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен фастфуд тағамдарының бірі фридің рецептісімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен картошкамызды жуып тазалап аламыз. Картошкамызды ұзынша етіп, яғни соломка түрінде турап шығамыз. Картошканың көлемі осындай көлемде болса жеткілікті. Барлық картошканы дәл осылай турап шығамыз. Енді картошкамызды салқын сумен бірнеше рет шаямыз. Бойында крахмалы бар картошканың суы алғашында осындай болады. Бірнеше рет жуғаннан кейін ең соңғы жуған су осындай мөлдір түсте болуы қажет. Енді осы картошкамызды осындай қағаз сүлгіні пайдаланып құрғататын боламыз. Бетіне де қағаз сүлгіні жауып құрғатып аламыз. Табамызға май құйып, май қызған сәтте осылай картошкамызды саламыз. Аз-аздан салуға кеңес етемін. Үзбей араластыра отыра қуырып аламыз. Картошкаларымыз сәл қызарған сәтте бірден майдан аламыз. Барлық картошканы дәл осы әдіспен қуырып аламыз. Міне біздің фри дайын болды. Бетіне сәл тұз сеуіп, осылай кетчуппен ұсынсаңыз болады. Сіздермен болған Кәмшат. Егер видео ұнаған болса, лүпіл басып, пікір қалдырып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.